Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен қолдану аясы шектеулі сөздерге жататын лексиканың тақырыптарын әрі қарай жалғастырамыз. Солардың бірі кірме сөздер. Кірме сөздер деген басқа тілден енген сөздер. Мен сөздік қор мен сөздік құрамға байланысты айтқан кезде өзіңе жақсылап түсіндірген болатынмын. Сөздік құрамда біздің сөздік құрамымыз неден байып жатыр? Басқа тілдерден енген сөздердің біздің тілімізге көптеп енуімен байып жатыр. Мысалы, біздің тілімізге моңғолдың тілінен, араб, парсы тілінен, орыс тілі арқылы енген, көршілес өзбек, тәжік тілдерінен енген сөздер өте көп кездеседі. Мысалы, соның бірі алтын дейміз. Алтын біздің өз сөзіміз сияқты естіледі, бірақ бұл моңғолдың тілінен енген сөз. Аймақ деп жатырмыз. Аймақ, атрап, төңірек деген сөз. Бұл да моңғолдың тілінен енген сөз. Ұлыс, нөкер, жасақ, түмен дейтін сөздер сонау Шыңғыс ханның заманынан бастап бізге моңғол тілінен енген сөздер болып есептелінеді. Ал енді дос дейік, мектеп, мұғалім, кітап, емтихан, қате деп жатырмыз. Гүл дейміз, жігіт дейміз, жәмила дейміз. Көп кісінің аттарының өзінде де бізге араб, парсы тілінен енген сөздер болып есептелінеді. Осы сөздер бізге бір қарағанда біздің қазақтың сөзі сияқты. Нан, дос, тақта, қалам, кітап. Бірақ бұлардың бәрі де бізге араб, парсы тілінен енген сөздер. Міне, яғни басқа тілден енген сөздерді біз кірме сөздер дейміз. Осыны есіңнен шығармағайсың. Енді сонымен бірге диалект сөздер дейтінде бізде қолдану аясы шектеулі сөздерге жататын сөздер бар. Диалект сөздер дегеніміз бұл белгілі бір аймақта тұратын адамдарға ғана түсінікті. Сол аймақта тұратын адамдар ғана сөйлейтін сөздерді айтамыз. Осы диалект сөздердің әрқайсысының әдеби нормасы бар. Мінекей, мәселе диалект сөздің мағынасын түсіне отырып, сол әдеби тілдегі нормасын қолдана білу. Мысалға, нән дейміз. Нән деген әйдік дейміз. Бұл батыстың, мынау әйдік деген солтүстіктің диалектісі. Бұл үлкен деген мағынаны білдіреді. Немесе сым дейміз. Сым, мынау қырғызбенен шекаралас жатқан біздің осы меркі, қордайлық ағайындардың көбірек қолданатын сөзі шалбар деген сөз. Көпшік дейміз. Бұл жастықтың диалектісі. Әдеби тілдегі нормасы жастық. Кірлен дейді. Бұл шылапшын, қолға су құятын деген. Шақпақ дейді. Бұл сіріңке. Ал енді дарбаза дейді. Дарбаза деген мінекей есіктің алдындағы үлкен есік, ауланың есігін дарбаза деп айтады. Міне осы сияқты бұл сөзді елдің бәрі түсіне бермейді. Белгілі бір аймақта тұратын адам ғана түсінеді. Оңтүстіктің диалектісі, солтүстіктікі, шығыстікі, батыстікі сияқты диалектілер тілімізде көп кездеседі. Тағы бір қолдану аясы шектеулі сөздерге табу жатады. Табу деген бірден табу емес. Бұл Индонезия тілінен енген термин сөз. Бұл тыйым салу деген мағынаны білдіреді. Яғни, табу бізде ертеректе, біздің халқымыздың ертерек тұрмыс тіршілігінде қолданылған нәрсе. Мысалы, біз ғылым, білім, оқу сәл кенжелеу кезімізде халқымыздың наным сенімдері көп болған. Біздің халқымыз көбінесе мал шаруашылығыменен шұғылданатын болғандықтан, 4 түлік мал ішсе сусыны, жесе тамағы, мінсе көлігі, төсенсе төсегі. Міне осы малына ең көп дейтін қасқыр. Міне қасқырды тікелей айтсақ, малымызды жеп кетеді деп ойлағанда, оны ит құс деп атаған. Қасқырды тікелей атымен атамаған. Міне белгілі бір діни сенімнің ықпалы. Сонымен бірге жаман ауру дейді. Бұл күні бүгінде қолданады. Мысалы, бұрын шешек дейді. Мынау қорасан. Әртүрлі мына эпидемиялық аурулар, емі жоқ аурулардан олар қорқып отырған. Сонда аурудың атын атасақ, өзімізге жұғады деп ойлағанда, соны жаман ауру деп атаған. Содан кейін төрем деп атайды. Бұл келіндердің ізеттілігінің нысаны. Мысалы, қайнысына өз атын тікелей атамай, төрем, ақ жігіт,
мырза жігіт деп атайды. Немесе қайын сіңлісіне еркем, сұлуым, ақылдас деп атады. Міне мұның бәрі де қайын сіңлісіне айтатын сөздің ықпалынан пайда болған табу сөзге жатады екен. Ал енді жасыл деген сөзді найзағайдан қорқып, оны жай демей, найзағай деп атамай, жасыл деп атаған. Әйтпесе төбемізге түсіп кетеді деп ойлаған. Яғни осындай белгілі бір тікелей атын айтуға қорқып, немесе белгілі бір діни сенімге байланысты нанып, осындай аттарын өзгертіп айтып қолданылатын сөздерді табу деп айтады. Сонымен бірге қымбатты оқушы, қолдану аясы шектеулі сөздерге эвфемизм және дисфемизм деп аталатын тақырыптарда кіреді. Эвфемизм дегеніміз құлаққа жат естілетін тұрпайы, дөрекі сөздерді жұмсартып айту, жұқалап жеткізу. Байқап отырсың ба? Аузы жеңіл дейді. Аузы жеңіл. Өсекші деген сөзден көрі, аузы жеңіл десе, осы сөз құлаққа сәл жеңілдеу естіледі. Немесе өлді дегеннен көрі, марқұм болды, о дүниелік болды, бақилық болды деп жатсақ, сәлде болса құлаққа жағымдырақ естіледі. Аяғы ауыр дейді. Бұл екі қабат деген сөздің эвфемизмдік нұсқасы. Осы сияқты шолақ демей, ақсақ демей, аяғының сылтымасы бар, қолы мүкіс, немесе зағип деп айтып жатсақ, бұл сөздер қанша дегенмен құлаққа тұрпайы естілмейді. Яғни құлаққа тұрпайы естілетін сөздерді жұмсартып жеткізетін сөздерді эвфемизм. Міне дисфемизм мынау эвфемизмге қарама қарсы сөз. Яғни құлаққа жат естілетін, тұрпайы дөрекі естілетін сөздер. Мысал үшін, өлді дейміз, өсекші дейміз, мылжың дейміз, жексұрын дейміз, жезөкше дейміз, екі қабат дейміз. Міне қарап отырсақ, шолақ дейміз, соқыр дейміз, ақсақ дейміз, міне мүгедек дейміз. Бұл сөздердің барлығы да құлаққа жат естіледі. Яғни құлаққа тұрпайы дөрекі естілетін сөздерді дисфемизм деп айтады. Қымбатты оқушы, міне мен бірнеше сабақтардан бері саған қолдану аясы шектеулі сөздер, яғни елдің бәріне түсінікті бола бермейтін пассив лексиканың тақырыптарын айтып шықтым.